Қазақ даласы бұл өлке небәрі батырларды, небәрі билерді көрді. Бірақ тарихтың шанында көміліп қалмай есімі ел үстінде жатталған әйел заты некен аяқ. Бүгін біз қазақ әдебиетінің үжу маржаны Ғабит Мүсіреповтің шоқтағы бейгейік туындысы ұлпан романы әлеміне енеміз. Бұл тек өткен күннің елес емес, бұл намыс пен парасатты, махаббат пен еркіндіктің мәңгілік дастаны. Оқиға желісі 15 жасар ұлпан мен жасы 50-ден асқан дәулеті тасыған Есеней бидің кездесуінен басталады. Тал бойында бір міні жоқ ұлпан өзінің сұлулығымен ғана емес, еркекшора мінезімен, өткір тілімен және ешкімге бас ие қоймайтын еркіндігімен Есенейді таңғалдырады. Ол 18 мың жылқысы бар бидің алдында именбей сөйлеген жалғыз жан. Бай болсаң өзіне, басына байсын, маған не бересің деген бір ауыз сөзімен-ақ ол өз тағдырын айқындап береді. Есеней оның бойынан тек жар емес, өзіне тең келер серік, ел басқарар ақылшы ретінде көреді. Ұлпан Есенейдің шаңырағына келін болып түскен соң барлық билікті өз қолына алады. Бірақ бұл билік өктемдік емес, қамқорлық еді. Ол елдің бірлігін ойлады. Ашаршылық жылдарында ашыққан жұртқа көмектесіп, арық қаздырып, жерем деген диқаншылыққа жол ашты. Ел ішіндегі дау-жанжалды ақылмен шешіп, ұлпан ана атанды. Оның ақылы мен көркемдігі тіпті ең алпауыт билерді де мойындатты. Ұлпан қазақ халқының әйелінің қоғамындағы орнын биіктеткен, ерлер мен терезесін тең сөйлескен феномен тұлға. Алайда тағдырын жазуы әрдайым жеңіл бола бермейді. Есенейдің өлімі руаралық тартыстар, жалғыздықтың ащы дәмі. Ұлпан бәріне төтеп берді. Ол сынбаған қайсар рухтың символы. Ғабит Мүсірепов бұл шығарма арқылы бізге нағыз қазақ қызының, қазақ анасының идеалын қалдырды. Егер сіз шынайы даналықты, үлкен махаббатты және дала заңының қатпарларын білгіңіз келсе, бұл кітапты міндетті түрде оқыңыз. Ұлпан әрбір қазақтың төрінде тұруы тиіс қазына. Өткенімізді танымай болашақты бағамдау мүмкін емес.